Ханталапай қазақ халқының көне әрі қызықты ұлттық ойыны. Бұл ойын асық арқылы ойналып, балалардың ептілігін, жылдамдығын және зеректік қабілетін дамытады. Ойын барысында асықтар шашылып тасталып, балалар оларды жылдам жинауға тырысады. Ханталапай тек ойын ғана емес, ол балаларды шапшаңдыққа, тапқырлыққа және ұйымшылдыққа тәрбиелейтін ұлттық мұра. Ханталапай ойынның ережесі. Ойынға бірнеше бала қатысады, асықтар ортаға жиналады. Жүргізуші ханталапай деп асықтарды шашып жібереді. Балалар тез-тез асықтарды жинай бастайды. Кім көп асық жинаса, сол ойыншы жеңімпаз болады. Бұл ойын балаларды жылдамдыққа, ептілікке және шапшаңдыққа баулиды. Қалашық қазақтың ұлттық асық ойындарының бірі. Бұл ойында асықтар белгілі бір тәртіппен тізіліп, шағын қалашық, үйшік түрінде құрылады. Балалар сақамен дәлдеп атып, қалашықтағы асықтарды құлатуға тырысады. Қалашық ойына балаларды мергендікке, дәлдікке, шыдамдылыққа және ептілікке баулиды. Бұл ұлттық дәстүрді сақтап, ұрпақтың ой өрісін дамытатын қызықты ойындардың бірі. Қалашық ойынның ережесі. Ойыншылар белгілі қашықтықта сызықтан тұрады. Асықтар ортаға қалашық болып тізіліп қойылады. Әр ойыншы кезекпен сақамен атып, қалашықтағы асықтарды құлатуға тырысады. Құлаған асықты ойыншы өзіне алады. Ең көп асық жинаған ойыншы жеңімпаз болады. Бұл ойын дәлдік пен ептілікті талап етеді. Ханталапай қазақ халқының көне әрі қызықты ұлттық ойыны. Бұл ойын асық арқылы ойналып, балалардың ептілігін, жылдамдығын және зеректік қабілетін дамытады. Ойын барысында асықтар шашылып тасталып, балалар оларды жылдам жинауға тырысады. Ханталапай тек ойын ғана емес, ол балаларды шапшаңдыққа, тапқырлыққа және ұйымшылдыққа тәрбиелейтін